Бұдан алдын мен зерттеуші мектеп деген жоба жүргізген болатын. Бірнеше облыста кейбір мектептер қатыстыңыздар, білесіздер. Сонда мектепке барған кезде мен 2-3 сабақ подряд зерттеу сабағын өтетінмін, оқушылармен өзім өтем. Ал жаңа арт жақта мұғалімдер отырып, менің сабағымды зерттейді. Одан кейін барып біз семинарды бастайтынбыз. Сол осы Ақмола облысының бір Бұланды деген жерде бір мектепке бардым, орыс қазақ мектебі екен. Содан бастауыштан маған бір орыс, бір қазақ сыныбын берді. Енді бір сабақтан өтіңізші деді. Екінші сынып қазақ сыныбы екен, бір оқушысы өте бір сондай жаңағы гиперактивті дейміз ба, сондай екен да. Мұғалімі келіп айтып кетті: сізге қиын болады, мұғалім. Осы мен бір оқушым сондай тіл алмайды, айтқанға нұсқауды орындамайды, мүлдем қызықпайды деп солай айтты да. Содан кейін мен шын мәнінде қорқып қалдым. Мә, саған қалай болады екен деп. Содан кейін тәуекелдеп бастап, жаңа қазақ сыныбында сабақты өтіп бастадым. Сабақтарын енді әрине қызығушылық оятудан бастап, жаңағыдай 1-2 минуттық бір видео көрсетіп, оны талдадық, сұрақтар. Одан кейін өзім әртүрлі мәтіндер алып барғам. Өйткені олардың енді оқулықтарын жаттап алмайсың ғой. Содан жаңағы мәтінді таратам, бірақ ана көзбен ана оқушыны іздеп жатырмын, таппаймын. Қайсысы екен, бәрі жұмыс жасап жатыр. Содан жаңағы сол оқушыны көрсетсем, енді дәлелді болсын. Келесі видеода көрсетейін, не? Содан жаңағы оқушы жақсы жұмыс жасап шықты, барлығы. Бір-біріне жаңа жұпта айтыңдар десе, балалар бұрын ондай жұмыс жасамаған ба, бір уақытта барып түсінді. Бір-біріне айтып, орындарынан тұрғызып, бір-бірімен жұпқа жаңағыдай сөйлестіріп, сабақтың соңында бір ойын болды. Содан соң сабақтың соңында рефлексия жасадық. Бүгінгі сабақта не істедік біз, не ұнады сабақта, не қиын болды дегенде, жаңағы бір оқушы өте белсенді сөйледі. Керемет, сабақтың бәріне баға беріп тастады, басынан аяғына дейін. Содан кейін сөйтсем, сол жаңағы өзі қиын оқушы деп қояды, енді бастауышта қиын оқушы болмайды ғой. Мен видеоны қосып кеткен жоқпын. Керемет, қандай жақсы. Сол видеоны көрсетсем деген ғой. Сен түсіндің ме, ана жерде не жазылған? Қазір. Содан жаңағы оқушы жай ғана өзі андай не екен, сіздердің уақыттарыңызды алдым. Жай ғана дарынды оқушы сияқты да, өте көп білет, қызықты мәтіндер оқысы келет, сондай да. Ал оқушы төмен деңгей мұғалім төмен деңгей тапсырмалар береді да. Содан кейін оқушы қызық емес, ол ашуланады, агрессия көрсетеді. Қазір сол оқушыны енді келесі видеода көрсетіп көрейін енді. Кішкентай бір видеосы бар.